Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu ala nabiyina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. An Abi Hurayrata radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما صدق رسول الله كريم. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам досыңмен, ретімен, өз жөнімен досыңды жақсы көр. Күндердің күні саған жақтырмайтын дұшпаныңа айналуы мүмкін. Жақтырмайтын адамыңа, дұшпаныңа да ретімен, жөнімен мәміле жаса. Күндердің күні ол сенің досыңа, ниеттес бауырыңа айналуы мүмкін деп айтқан сөзі. Бұл хадис Байхақида, Тирмизиде және де Табараниде келтірілген екен. Хадисті сахаба Абу Хурайра, Алла одан разы болсын, риуаят етеді. Әрине пайғамбарымыздың бұл сөзі Алла жолында бір-бірін жақсы көрген мұсылмандарға мүлдем қатысы жоқ. Бұл күнделікті араласып жүрген кездегі адамдармен мәміле жасаудың бізге бір бағыт бағдар деп қабылдаған жөн болады. Өйткені Алланың жолында дос болғандар үшін Алла тағаланың жәннаты болатындығы, сондай-ақ ертеңгі күні Алланың алдында есеп беріп тұрған кезде Алланың аршысының саясында тұратын 7 адамның бірі Алла жолында бір-бірін жақсы көрген бауырлар болатындығы әрине оны хадистерде айтылған. Бұл хадистегі айтылып тұрған сөз адамдармен қарым-қатынаста орташа жолды ұстану. Қазақша айтқанда достыққа достық, қарызсыз, дұшпаныңа әділ бол деген сөздің мағынасын білдіреді. Бір-бірімізде Алла жолында бауыр болатын, сонымен қатар Алла үшін бір-бірімізді жақсылыққа шақырып, Алла ризашылығы үшін бір-біріміздің қателігімізді айтып түзетуге бауырды болуды баршамызға насіп етсін. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи rabbil alamin. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.